Вот эти деревни испокон веков золотом были. Наши старики, деды. Раньше вот деревня Орловка была, там стоял этот старатели. У них 8 установок было ЗГМов, больших установок. И никто в деревню не приезжал, около деревни никто не мыл. Пасти это скот негде уже, осталось там ерундана. Мы обращались в сельсовет, и к нему обращались. Нет, наглые лезет. Скоро он в огород полезет он к нам. Мы у него просим документы, он документы не представляет для добычи золота. Мен 771 жылда Молдақай ауылы анда ферма орнына келіп көсеп келіп отырған. Олар Дим буйынан Уфа губернияға Дим буйынан келгендер. Анда восстание болған, Пугачев восстание болған вақытта башқұрттар мында көсеп келіп отырғандар. Революциялар башталған. 14 жылда немістер хугышы революциялар башталған. Рабочий эшше крестьяндың балалары көп, жетім балалар қалғас. 1919 жылда мына шунда детдом төзілді. Аның бірisi директоры болып Булаков Шахи Шариф Кәрим ауылының кешегі бола. Мында бір 20-30 жылда бұлалардың қасан жабылғанын білмеймін. Бекінік балалар мында мына шул қарға шешме, әлі шул приютқа қадылған шешме ол. Мына шунда яшап ятқан вақытта тиф ауруы тарала. Мына шул тіклім балаларны көп өләлер, шунда детдомды ябырға мәжбүр болалар. Кел болып түшәнді көп жылдар сібірде ешенім, әлі келіп машыл природаға әс бошып, хәдді бүгінді сақырттық енді мұнда. Рауф Гафанович, может быть, документы ойлайтын бардыр да енді, но бізге бет көргетмей. Документтен көргетіп, халықты ейіп, келешіп, но бізге кәрек мәштен ары кете отырған. Ол 36 жылға текім документ алғамтай. 36 жыл біне мұнда нендей природа қалырға может енді. Мұнда внуктар да қалмайсақ, бергім да қалмайсақ. Шының үшін халықты көтеріп, халық мұнан берге болып, тұқыратыр қарайны машыл ішті. Алтын еуді. Бет аның Еш ақса деп аңдашлайынды, ақса деп бұл ерейінді, халық еш деп нейті, природа адақ бет бернемелі болмайсақ мұнда. Берден бұл қарағыны халық, білмейміндік. Тарыша вызынды өдіңді кесе. Я в этой деревне живу уже около 40 лет. Я вырастила 3 детей здесь. Я работала в библиотеке. 36 лет у меня стаж. Ну, пенсия, конечно, у библиотекаря маленькая, поэтому я стараюсь держать скотину. У меня 2 коровы, я имею доход от них. Вот пришли вот золотари и начали рыть нашу землю, нашу пастбищу. И коровам, животным места не осталось ходить даже на пастбище, траву кушать. А вот я заметила в этом году, когда они ходят в эту сторону и пьют эту воду, которая около этого течет, золотодобытчиков, они приходят, и я замечаю на барабане своего сепаратора кровь. А когда они ходят на другой стороне, молоко чистое, значит, они какие-то химикаты попадают в реку, в воду.